Сәлем құрметті оқырман, мен сіздерге бүгін жүсіп злиха отбасы хрестоматиясының жұт жеті ағайынды тақырыпшасын оқып беремін. Жұт жеті ағайынды. Жүсіп ірі іске кіріспес бұрын жаппай тұрмай толғанды. Сарайдағы ең соңғы уәзірлерді іріктеп қасына алды. Кеңесіп пішкен тон келте болмайды деп бәрімен ақылдасты. Төрелерді түгел тыңдап, кеңесіне құлақ салудан жалықпады. Әуелі егін егуге жарамды жерді таңдады. Ніл жыл сайын көктем келгенде арнасынан асып таситын, сол кезде жағаларын құнарлы қара балшық басып қалатын. Құрғаған соң ол жер қара топыраққа айналатын. Қара топыраққа қандай дақыл түссе де түбінен басына дейін өнім беретін. Содан кейін Жүсіп құрт-құмырсқа, тышқан, торғай мекен еткен түзді де таңдады. Серіктері бұл ісіне қатты таңғалды. «Уа мырзам, Нілдің жағасынан егіс таңдағандарыңыз түсіндік. Бұл бұрыннан бар дәстүр. Нілдің емшегін емген жұрттың берекесі сарқылған емес. Дарияның да кенсенесі кеуіп, суға бір тарылмапты. Сондықтан Ніл жағасында ат тұяғындай жердің бос қалмағанын өзіміз де разымыз. Бірақ мына ісіңізге жол болсын. Құрт-құмырсқа, тышқан, жылан тәрізді жәндіктер жайлаған айтақырға неге назарыңыз түсті? Тұқым себілген сәтті-ақ құрт-құмырсқа тасып кетпей ме?» деп күдіктерін ашық айтты. Ақылмен Жүсіп Байсалды кейіпте бүйдеді. «Әй, күдіктерің орынды. Бірінші Нілдің жағасынан жер таңдағанда Мысыр халқының дәстүріне жүгіндім. Әрбір атыраптың қасиеті мен қуатын тексеріп қыртысына үңілдім. Одан кейін атамекенімнің егіншілік салтын да ойға алдым. Менің ата жұртым Кенғанда су тапшы, бірақ егін салса елсіз тұздың өзі құлпыратын. Алтын масақты семіз аттың жонындай жылтырайтын. Себебі жыбырлаған жәндігі мол жерге егетін. Көктем шыға салысымен тайлы тұяғы қалмай бусанып жатқан ту өңірге тұқым себетін. Күз болғанда салған дәнін жете еселеп қап-қап жиып алатын. Тіпті қырман басына кедей-кепшікке де сырғалы етіп сыйлап алатын. Диқан бабаның ғұрпынан бір жаңылмайтын. Ниетің оң болса, несібесі де тарылмайтын. Әсілі астық құрт-құмырсқа, тышқан, торғайы мол жерге бітік шығады. Оны ата-бабамыздың еңбегін зерделеп, көкірегіне түйген жан ғана ұғады» деді. Барлығы Жүсіптің ақылына риза болып сүйсінді. Тіпті топырақтың құпиясын бес саусағындай білетін диқандардың өзі көп нәрсе түйсінді. Бәрі «жасы кіші демеңіз, ақыл-асы аға ғой» десіп, Жүсіптің біліміне бас иді. Оның айтқанын орындауға жұмыла кірісті. Алдымен сайдың тасындай мың жігітті іріктеп алды. Бәрі де өңшең, тасқа салсаң тасырқамайтын, мұзға салсаң таймайтын жарақты ерлер еді. Олар алдымен тоған қазып, дарияны суымен толтырды. Нілді бөгеп, суын арнасынан асырып, жағалауын қара топыраққа айналдырды. Бүкіл егістікке жарамды жердің бәріне егін екті. Ат тұяғындай бос жер қалмады. Бірінші жылы егін бітік шығып, астық мол болды. Дәнді қауызымен жинады. Себебі қауызымен сақталған дән шіремейді, әрі тышқан сияқты кеміргіштер оның үшкір құлбырын астыққа жоламайды. Патшаның қамбасы сол жылы-ақ толып қалды. Екінші жылы 2 есе өнім алды. Енді таудың баурайынан терең-терең қамбалар қазылды. Үшінші жылы
арпа мен сұлы екті. 4-ші жылы тары мен жүгері екті. 5-ші жылы алуан түрлі дәнді дақылдың тұқымын жаппай сатып алды. Базарға олардың бағасы күрт өсті. Жүсіп: бағасына қарамаңдар, керек болса бір сандық алтынға бір қап тұқымды сатып алыңдар деп әмір қылды. Қаладағы бүкіл алтын күмісті дәнді дақылға айырбастап, қазынаны қырманға айналдырды. 6-шы жылы астық 6 есе өнім берді. Қорадағы да, даладағы да малдың бәрі шүйгін шөпке семіргені сонша үстінен беттері домалап түсіп жатты. Басына іркіт төгілген иттер жуынды жеуді қойды. Олар да аста төк тамаққа қарық болып, құлақтарының ұшына дейін май басып семіріп кетті. Ел есіре бастады. 7-ші жылы тұқымдыққа бір дән қалдырмай, астықты қауызымен, үлгірмегенін сабағымен қосып қамбаларға жинатты. Қазылған қамбаның саны халқының санынан көп болды. Осылайша Жүсіп келе жатқан 7 жылдық жұтқа қарсы қамданып тас түйін дайын отырды. Бір күні патша ыстық нан жегісі келді. Жүсіп аспазды шақырып, нанды бидай емес, арпаның ұнынан пісір деді. Аспаз түсінбей аузы ашылып тұрып қалды. Сосын тапсырманы орындады. Патша арпа нанын сүйсініп жеп отырып: әй Жүсіп, мына нанды қай наубайшы пісірді екен, өмірімде мұндай дәмді нан жеп көрмеппін деп сүйсінді. Жүсіп жымиып: о падишах, бұл бидайдың емес, арпаның наны деді. Патша орнынан ыршып түсті. Ол малдың жейтін жеміне қалайша дәмді нан пісірген деп таңғалды. Жүсіп: арпаның дәмді болғаны аштық басталды деген белгі, 7 ағайынды жұт келді деген сөз. О падишам, ертең өзіңіз жеуге арпа тұрмақ шөптің тамырын таппай қалатын кез келді деді. Патша мына суық хабарды естігенде бетінің қаны тартылып бозарып кетті. Далада көңілсіз жел тұрып, сары топырақтар суыра бастады. Жұт басталды. Сол жылы Жүсіп: биылдан бастап көктемде тұқым сеппейміз, бәрібір енді егін шықпайды, бірде-бір дән ысырап болмасын деп бұйрық берді. Басқа өлкенің ел-жұрты бай-бағланы жұттың жеткенін білген де жоқ, сезген де жоқ. Олар жылдағыдай көктемде жерлерін жыртып, қап-қап тұқымдарын түгел сеуіп тастады. Арада 2 ай өтпей жатып-ақ бүкіл егін күйіп кетті. Одан қалғанын көктен жауған жаңбырдай көкқасқа шегіртке түгел егінді турап кетті. Бидайдың дәні тұрмақ масақ табудың өзі мұңға айналды. Аңызақ жел тоқтаусыз тұрып, қара топырақтың бүкіл құнарын ұшырып әкетті. Нілдің жағасы сексеуіл, ексең де шықпайтын нағыз айтақырға айналды. 7 жыл қатарынан бір тамшы жаңбыр жаумады. Ніл өзені сол күйі тасымады. Суы азайып, есек-кешек өтетін арыққа айналды. Сары аңыздан сабан таппай, мал атаулы қырылды. Сүйек мүжуге ерінетін семіз иттер қырдан тышқан аулап, сүйектерін сүйретіп, ауыл-аймақтан біржолата безіп кетті. Мысыр халқы ғана әзірліктің арқасында аман тұрды. 7 түрлі жұт басқа аймақтың жұртын қынадай қырды. Талқан таппай елдің бәрі босып кетті. Дәулеті шалқыған байлар бір аяқ көжеге зар болды. Ақсирақ жұрттың артынан ақсөңке сүйектер қалды. Ашыққан ел құлаған ағаштың қураған тамырын қазып жеді. Жағдайы жақсылар былғарыдан жасалған бұйымның бәрін суға қайнатып,
былжыраған шикі теріні шайнап қылғыта берді. Оны да таппағандар құм сахарасындағы құрт-құмырсқа қоңызды теріп жеді. 7 жыл қатарынан бір түп шөп шықпай, жердің жүзі тулақтай тақыр күйге енді. Алдымен қайырсыз сараңдар, масылдар мен пейілі тарлар ажалдың найзасына түйрелді. Дарияның суы толық тартылып, табаны қурап қалды. Жел соққанда май топырақтың шыттан шаһар көрінбей қалды. Жүсіп астықты жан басына шағып, қатаң өлшеммен беретін жүйе жасады. Кедей-кепшік пен жетім-жесірге садақа қылды. Байларға сатып берді. Өзі тойып тамақ ішпеді. Тойып тамақ жесем, аш қарын жатқан ел-жұрттың қайғысын ұмытып кетемін деп қорықты. Бірінші жылы жұрттың бәрі жаппай ірі қара малдарын астыққа айырбастады. Екінші жылы алтын күмісін сатты, аштық. Үшінші жыл қысқанда шыдай алмай құл күңдерін сатып бидай алды. Төртінші жылы көшкенде әшекей бұйымдарын түгел сатты. Бесінші жылы бір қап бидайға бүкіл үй-жайын сатты. Алтыншы жылға ұласқанда өздерінің ұл-қыздарын ас-ауқатқа айырбастады. Жұрттың 7-ші жылына жеткенде өздерін Жүсіпке құлдыққа сатуға мәжбүр болды. Осылайша бүкіл Мысыр жұрты Жүсіптің басыбайлы құлы мен күңі болып шыға келді. Осы кезде Жүсіпке Жебірейіл көрінді. Ол: «Әй Жүсіп, Раббыңның құдіретіне назар сал. 20 жыл бұрын сені осында құл етіп сатып еді. Енді бүгін Мысырдың бүкіл халқы сенің құлың болды. Алла тағала сүйген құлына ешқашан қорлатып қоймайды. Ол нәбилерін бәрінен мерейін үстем етуші» деді. Расымен де Жүсіпке құлдыққа сатылмаған Мысырдың бай-мырзасы, ұлы-кішігі, ер-әйелі, кедей-кепшігі қалмаған еді. «Шықпа жаным, шықпа» деп қара көжесін талғажау етіп әзер күндерін көріп жатты. Қанша жерден алдын ала дайындық жасаса да, 7-ші жылды жұт өте ауыр соққы болды. 7-ші жылдың жазына жеткенде Жүсіптің қоры таусылды. Бір амал ойлап таппаса болмайды. Аштықтан есі ауса бастаған халық бірін-бірі жеп қоюға шақ отырды. Ал егіннің толық пісіп жетуіне 15 күн уақыт бар. Жүсіп ең соңғы амалға көшті. Құрметті оқырман, осы оқиғаның соңын тыңдағыларыңыз келсе, менің арнама тіркеліп, қолдау білдіріп, пікір жазып, тіркеліп кетулеріңізді сұранамын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.